Бүгін Нұржан Әлтаев Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісінің депутаттығына үміткер ретінде Мақтаарал, Жетісай аудандарына барып, жергілікті халықпен кездесіп өзінің сайлау алды бағдарламасымен таныстырды. Біз қазірден бастап осы суды үнемдеп, мына каналдардың бәрін дұрыстап, бетондап, су астыға кетпейтіндегі көптеген мәселе. Дренажды система енді ол жерде де үлкен бір ғалым болудың қажеті жоқ та бұны жасау үшін. Негізінде мына Совет одағы кезінде біраз нәрселер болды ғой. Сондықтан солардың бәрін көтеріп, нелердің бәрін шақырып, соны тездетіп жасау керек. Оны менің бағдарламамда көрсеңіздер, оқып көрсеңіздер, ол бар. Дренаж мәселесі бар. Потом мына мақта мәселесі өздеріңіз білесіздер, оның бағасы жыл сайын түсіп жатыр. Бізде тек қана сол мақтаны сырье ретінде, шикізат ретінде ғана жібереді. Определенный монополист компаниялар бар, олар алады, тек қана шикізат ретінде жібереді, шикізатқа ол баға түсе береді. Пока осы жерде біз мына переработканың бәрін қоймайынша, ол мақтаның бағасы дұрысталмайды. Сол үшін ең бастысы осы жаққа инвестицияны тартып, билікке де ол мәселені көтеру керек та, мына жерде шикізат бар ма, оны переработкасын қою керек. Ал енді жүздесіп, негізі бір Құдай айдап келген шығар бұл жігіт. Өйткені бәрін біліп, мына сөзі бәрі орынды меніңше. Ал енді қазір мына шаруалардың одағы құрылып жатыр. Міне әбден біз бұрын жүгіріп ешқандай нәтиже болмады. Одақ құрып, қол жинап, қазір сомен әбігер болып жүр. Ал оған жол көрсететін адам жоқ. Астанада жүріп, қазір енді көп мәселелерді шешуге талпынып жатыр. Бірақ оған кедергі көп. Ал сол себепті осы жігіт сияқты азамат болса, сәл жол көрсетсе, халықтың мұң-мұқтажын кішкентай осы сияқты жігіт керек. Лажы болса, ертең бұл кісімен жаңағыдегі түсетін кісі де сөйлер алдымызға. Бірақ сіздермен біздер ойланып, ертең дауыс беруіміз керек. Рахмет сізге. Ұлық болсаң, кішік бол деген ұстанымда жүретін Нұржан Әлтаев халықтың шын ахуалымен танысу үшін базарға барып, әрбір саудагердің жағдайын сұрап, пікір алмасты. Төленсін деп мен осы программамда айтып жатырмын. Бала күніне байланысты берілетін ай сайынғы жәрдемақыны әрбір балаға кемінде 50 мың теңге мөлшерінде бекіту. Мына ана капиталы. Мынау кемінде 70 мың теңге көлемінде шартсыз базалық табысты енгізу. Бұны мен көтеріп отырмын бұл мәселені. Одан кейін жерде көп мәселе бар ғой, дренажды система бар, жұмыссыздық, жастардың бәрі жұмыссыз жүр. Бұл жерге инвестиция тартып, мақта бар, сол мақтаны өңдеу фабрикаларын салуымыз керек те, мына киім-кешекті кетті. Соны мен Құдай қаласа жасатамын. Пенсия жасымызды 58 қып бер. Иншалла, Құдай қаласа. Дауыс береміз саған бірақ. Елдер қалады, бейшаралар, қанша жұмыс істейді, оны 61 жасқа барып қойды. Әйел затын сыйлау керек. Қысқарту туризм арбасы. Вообще ойға қарамайды ешкім. Тупикта прям жолымыз жаман. Адамдар жүре алмайды, шын айтқанда. Бір күн жүріп көрсеңіздер, өзіңіз көресіздер. Бак көріңіздер, Ысқақ көшесінің ар басы, тупик. Үшінші, арғы қатанса. Ысқақ. Сол көше, проблемамыздың көше болып тұр. Өзіңіз білесіз ғой, депутаттыққа көбінесе келеді да, одан кейін 4 жыл, 5 жыл жоқ болып кетеді. Ана мәселелерді шешпейді. Бұл жерде мына халықтың несін сөйлейтін сондай адамдар керек, шеше алады. Менің проблемам сол болып тұр, шын айтқанда. Көшеміз өте нашар көше. Соны істеп берсеңіздер, дауыс береміз біз халық. 63 мың теңге сізде бар дейді. Мен тақтан келіп отырмын, жоқ болмен деймін да. Сіз жұмыссыз балаңыз 3-тен асып кеткен, 3 жасардан. Сізге сондай ақша бөлініп тұр дейді да. Ол жоқ мен сұрағым. Значит, сіздің неңізді алып мен кішкентайым 8-де. Жоқ, жұмыстан ақша түсіп отыр дейін ғой? Иә, түсіп отыр. Оны сіздің неңізді алған ғой. Күлішіңізді алып, біреулер жұмыспен қамтуды тіркеп қойғанда, біреу алып отыр сіздің туысқаныңыз болып шығады оны іздестірсеңіз. Тіркелген бір ай болды, тіркелген тұрмысқа да. Бірақ оған бір ай болды енді тіркелгеніне. Мен алдын одан былтыр бардым да. Бұл жерден ешқандай қаражат ештеме бермейді, беріп жатқан жоқ. Жоқ, бұл күлішін біреу туысқандары тіркеп, бұлай бұл система бұлай да. Күлішімен базаға кіріп енгізеді.
не одобрение алады, айлық түсе береді, бірақ біреу алады. Біреу алады. Қылмыс қой, зерделеп. Мына Қазақстанда ең кемінде 50 миллион халық тұру керек та, экономика ары қарай даму үшін. 50 миллион болмаса дамымайды. Сондықтан мен айтып отқаным, ана капиталы, содан кейін мынау жас семьяларға, кішкентай балалар туылса, соларға жаңағы 18 жасқа дейін төлену керек. Әр балаға 70 миллион. Мына бағдарламаның ішінде бәрі бар, оқып көріңіздер. Аймаққа халықтың шын жанашыры келді деп ауыл жастары қуаныштан көлік керуендерінде ұйымдастырыпты. Қазақстан Республикасының парламенті мәжілісінің депутаттығына үміткер Нұржан Әлтаевты оңтүстік өңір осылай қолдау көрсетуде. Халық арасынан шыққан шын жүйрік елден қолдау тауып, билік пен бұқараның арасында алтын көпір орнатылуына тілекшіміз. Себебі бұл өңірде билік көңіл бөлуі керек, кезек күттірмейтін мәселелер шаш етектен.